Сәлем баршаңызға. Бүгін жаңа жылдық дастарханда өте әдемі көрінетін осындай кекстар жасап үйренеміз. Міндетті түрде жасап көріңіздер және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Жасалу жолы оңай. Бізге ең алдымен 3 жұмыртқа, 150 грамм қант және 70 грамм сұйық майды жақсылап араластыру қажет. Келесі 1 ас қасық разрыхлитель, жарты ас қасық тұзды және 200 грамм ұнды араластырамыз. Қатты қою да емес және қатты сұйық та емес. Осыны 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Ал кремді дайындау үшін 300 мл 33% сливкиді жақсылап взбивать етемін және оған 150 грамм қант пудрасын қосамын. Және 200 грамм творожный сыр қосып, тағы 1 рет араластырып аламын. Көп араластыру қажеті жоқ. Сливкиді құртып аламыз. Міне формасын жақсы ұстады. Егерде ыдысты төңкеретін болсаңыз, ол құйылып төгіліп кетпейді. Оған жасыл түс қосамын да, тағы да араластырып аламын. Кекстар дайын болды, өте керемет пісті. Дәмі де өте керемет. Дүкеннен осындай вафлилар сатып алдым. Бұл мороженыйға арналған вафлилер. Енді осының формаға бетін қоямын. Кекстің ішін осы форма бойынша кішкене кесемін және осы вафлиді үстіне қоямын. Одан кейін әдемілеп шырша жасай берсек болады. Кез келген кішкентай ғана насатканы қолданып шыршаны әдемілесек болады. Сіздерде қалай шықты? Міндетті түрде комментарияға пікірлеріңізбен бөлісіңіздер және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.